Нәрестелер акнесі нәрестенің 2-4 апталық уақытында пайда болады. 2-4 апталық уақытында қызыл немесе ақ түсті бөртпелер бетінде, мойын маңында пайда болады. Көбінесе аналар не жеп қойдым, гигиенаны дұрыс сақтамадым ба деп өздерін кінәлай бастайды. Кінәламаңыздар, бұған кінәлі сіздердің гормондарыңыз, аналардың гормондары, яғни жүктілік кезінде және босану уақытында аналардың гормоны бала организміне өтуіне байланысты дамып келе жатқан май бездерінің, баланың дамып келе жатқан май бездерінің сіздердің гормондарыңызға берген жауабы. Сол кезде баланың бетіне, маңдайына, мойын маңына қызыл немесе ақ түсті бөртпелер пайда болады. Бұл ешқандай да сіздің гигиенаны дұрыс сақтамауыңызға байланысты емес, немесе сіздің тамақтануыңыздың дұрыс болмауына байланысты емес, яғни бұл сіздердің гормондарыңызға байланысты. Яғни бұл табиғи процесс. Ал енді нәрестеге акне шыққаннан кейін не істейміз, не істеуге болмайды, соларды сіздерге айта кетейін. Аналар, әсіресе жас аналар, экраннан алыстамай жақын отырыңыздар. Егер де нәрестеңізге акне шығатын болса, оны қолмен сығушы болмаңыздар. Қолмен сыққан кезде сіздер баланың бөртпесіне үстінен инфекция түсіресіздер. Инфекция түскеннен кейін ары қарай білесіздер, асқынып кетуі мүмкін. Қолмен сығушы болмаңыздар, сосын ешқандай да спирт жағуға болмайды, зеленка жағуға болмайды, вазелин де жағуға болмайды. Және майлы кремдер жағып жатады кейбір ата-аналар. Оны да жағуға болмайды. Өйткені ол майлы креммен сіздер одан сайын баланың порасын бітеп сайсыздар. Сондықтан бұндай кезде ешқандай затты, растворды жағуға болмайды. Нәрестелер акнесі пайда болған кезде не істеуіміз керек? Яғни баланың бетін күнделікті жылы сумен жуып отыруымыз керек. Таза сүлгімен сүртіп отыруымыз керек. Сүрткенде жаймен ғана құрғатуымыз керек. Қатты бүйтіп маждап сүртудің қажеті жоқ. Жаймен құрғатып сүртеміз. Және жататын орны, баланың киімі таза болу керек. Осы екі ережені сақтасаңыздар жеткілікті. Ал бұл бөртпелер 3-4 апталық уақытында пайда болады да баланың, ол 3-4 айында өздігімен із-түссіз кетіп қалады. Сондықтан бұл нәрестелер акнесі баланы мазаламайды. Егер де бала мазаланып, акнелер іріңдеп, жан-жағы қызарып, бүкіл денесіне тарап кететін болса, онда сіздер педиатрдың консультациясына жүгіну керексіздер. Егер де балаңызда акне шығатын болса, оны қалай емдейсіздер? Оған арнайы емнің қажеті жоқ. Ол баланың 2-4 апталық уақытында пайда болады және 3-4 айына дейін сақталуы мүмкін. 3-4 айлық кезінде өзінен із-түссіз кетіп қалады. Нәрестелер акнесі баланы мазаламайды. Егер бала мазаланып, бөртпелер іріңдеп, жан-жағы қызарып, бүкіл денесіне тарап кететін болса, педиатр консультациясына жүгінулеріңіз қажет. Сонымен аналар, нәрестелер акнесі бұл табиғи және уақытша процесс. Бұған ешқандай емнің қажеті жоқ. Нәрестелер акнесі кезінде күнделікті баланың бетін жуып, сүлгімен жаймен ғана сүртіп отыру керек. Болды. Басқандай емнің қажеті жоқ. Енді құрметті аналар, жаза кетіңіздер пікірлеріңізді комментарийға. Сіздерде осындай нәрестелер акнесі болды ма және оны қалай кетірдіңіздер? Назарларыңызға рахмет.